Ұлы дала, кең дала. Қазақ поэзиясының ұлы тұлғасы Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің көрнекті ақыны. Оның «Құлагер» поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең әсерлі шығармалардың бірі. Бұл поэмада ел сүйген сері ақан бейнесі суреттеледі. Ақан серінің ең сенімді серігі жүйрік тұлпар құлагер. Құлагер желмен жарысқан дала тұлпары. Бәйге сайын құлагер алға шығып, елдің қуанышына айналды. Жеңіс артынан жеңіс келді. Құлагер дала даңқына айналды. Бірақ даңқ қызғанышты да оятты. Тағы бір үлкен бәйге күні келді. Жүздеген ат дала төсінде жарысқа шықты. Құлагер тағы да алға шықты. Желде ескен жүйрік тұлпар жеңіске жақындады. Бірақ сол сәтте опасыздық жасалды. Қызғаныш әділетті жеңіске жол бермеді. Құлагер бәйгеде мерт болды. Бұл жай фана тұлпардың өлімі емес. Бұл адалдық пен әділдіктің қасіреті. Осы оқиға Ілияс Жансүгіровтің ұлы поэмасына айналды. Құлагер қазақ даласының қайғылы дастаны. Қазақ әдебиетінің асылы Құлагер поэмасын оқыңыз.